Бұрынғы өткен заманда бабай түкті шашты әзіз деген керемет абыз көріпкел әулие адам болады. Жас ұлғайып, қартайған шағына дейін баласы болмайды. Бала жоқтығын арман қылып, Құдайдан перзент тілеп жүрген кезде түс көреді. Түсінде құбыла жаққа жүре бер деген әуез естіледі. Шашты әзіз жүріп кетеді. Жолшыбай бір бұлаққа кездесіп, соның басында тынығып жатқанда, сол бұлаққа аққу кейпінде түскен перінің 3 қызы суға келіп түседі. Шашты әзіз барып, олардың киімдерін жинап алады. 3 қыз жалынып сұрайды, әулие бермейді. Ақыр соңында таңдаған біреуімізді алып, қалғанымызды босат дейді. Шашты әзіз үшеуінің кішісі кенжеге сұлуды алып қалып, қалғандарын босатып жібереді. Перінің қызымен ерлі зайыпты кісі болып өмір сүреді. Қыздың терде әулиеге айтқан шарты бар еді. Ол шарты басыма, аяғыма, өкпе тұсыма қарама деген. Көпке дейін бұл шартқа шыдап жүрсе де, бір күні әулие айтқан жерлеріне қарап қойып, өзге азаматтан бітімі бөлек екенін көреді. Шашты әзіз қыздың шартын бұзғаннан кейін перінің қызы ұшып кетеді. Ішімде бала бар, 9 жолдың торабынан тауып ал дейді. Әулие іздеп жүріп баланы тауып алады. Сол бала едіге болады. Мұхтар Әуезов едіге аңызын осылай мазмұнда балады да, одан әрмен едіге баланың ер жеткенін, қой бағып жүріп, билік айтып ханның көзіне түскенін, оның оң тізесін басып, кеңесші би болған байын етеді. Алғашында Тоқтамыс ханмен бірге істесіп, кейін арыздасуы ақыр соңында бір-бірінің түбіне жетіп мерт болғанын қысқаша әңгімелейді. Қазақтың халық әдебиеті қазынасында едіге бидің күйаңыз түрде табылады. Ол былай баяндалады. Ноғайлы елінде атағы 6 алашқа жайылған арқалы әулие домбырашы болыпты. Ол жаздың жарық айлы түнінде ел жұрт ұйқыға шомғанда өзі Атыраудағы Каспий теңізінің жағасындағы ақ шағылдың басында домбыра тартып отырғанда қайғылы науайдың жанына перінің қыздары жиналады екен. Екі аяғын күнмен көміп алып домбыраны күңіреткенде бойын билей алмай селкілдей бастайды. Сол кезде ала атлас жібек көйлек киген перінің әдемі қыздары домбырашыны айнала отыра қоршап алатын көрінеді. Сөйтіп жүргенде ол өзіне жақын отыратын перінің бір сұлу қызына ғашық болып қалады. Бара-бара махаббат дерті меңдегені сонша қайғының зарына шыдамай өз-өзіне аласұра бастаған қайғылы науайы ауылдың бір ақылды ақсақалына бар құпиясын ашып айтады. Ие балам депті ақыл-шақ сақал. Перінің де перісі бар. Кейбіреуі адам баласына жақын болады. Сенің күйіңді тыңдағаны рас болса, ол адам перісінің қызы болды. Егер оған шынымен де ғашық болсаң, сырыңды ешкімге білдірме. Қашалық тауын жағалаған оң саусағынан өнері төгілген жоламан ұста бар. Соған барда біз жасаттырып ал. Біздіңнің сабы тұт ағашынан, ал өзі суырылған болаттан жасалған болсын. Домбыра тартуға перінің қыздарына барғанда, осы бізді жаңғалтаңа салып барда, өзіңнің ғашық болған қызыңның етегіне түйре, сол қыз сендік болып қалады депті. Науайы күйші бізді ақылшы қайрияның айтқандай етіп дайындап, жан қалтасына салып алып барып, сол күні перінің қыздарын еліктіру үшін домбыраны ерекше қызуланып тартыпты. Перінің қыздары айнала қоршап отырып, шақпақ шағып, от шарқылдатып, домбыраның сазына бұраңдап билепті. Күйшінің ғашық болған қызы бұл күні өте жақын отырады. Осы сәтте науайы күйші ғашық болған қызының етегіне бізді шаншып үлгіріпті. Таң алты жақындап, перінің қыздары бірінен соң бірі тарқай бастайды. Оның ғашығы да орнынан тұра бергенде етегіне түйреген біз тартып жібермей қояды. Қыз тағы бір бұлқынған сәт құлап түседі. Науайы құлаған қызды бас салып, айырылмай қатып қалады. Қолға түскен перінің қызы науайы күйшіге маған адамзаттың қолы тиді, мен енді сендік болып қалдым. Бірақ саған қоятын 3 шартым бар. Соны орындасаң ғана сенің әйелің боламын. Ал осы айтатын 3 шартымды орындамасаң, мен сендік болмаймын депті. Науайы күйші шартыңды айт дейді. Олай болса депті перінің қызы. Бірінші шартым, мен жалғыз үйде отырғанда, менің үйде не істеп жатырғанымды көрейін деп, үйдің жабығынан сығалап қарамайсың. Екінші шартым, мен жүріп бара жатқанда артымнан қарамайсың. Үшінші шартым, түнде жатқанда қолтығымның астына қолыңды салмайсың депті. Қайғылы науайы бұл айтқан 3 шарттың бәрін орындауға уәде береді. Сөйтіп күннен күн өтіп, айдан ай өтіп, науайы күйші перінің қызымен өмір сүріп тұра беріпті. Арада біраз жылдар өткен соң күйшіге әбден бойы үйреніп, баяғы 3 шартын өзіне білдірмей байқап көрінші деген ой түсіпті. Сонымен күйші
бір күні сырттан келіп киіз үйінің жабығынан сығаласа, перінің қызы басын мойнынан суырып алып, тізесіне қойып шашын тарап отыр дейді. Біраз күн өткен соң шартының екіншісін байқағысы келіп, артына қараса, теріс аяқтап жүріп барады екен. Перінің қызының қойған екінші шартын бұзып, құпия сырын білгенге дейін үшінші шартын білмек болып, түнде жатқанда перінің қызының қолтығының астына қол салса, қолтықтың асты тесік, өкпесі жалқылдап жатады. Перінің қызы ерте тұрып, науаи күйшіге: «Сен менің үш шартымды бұздың. Мұнан былай мен сенімен тұрмаймын. Өз еліме кетемін. Бірақ менің ішімде 6 айлық бала сенің балаң бар. Ол балаң Арабияның Хира тауының үңгірінде өмір сүреді. Балаң керек болса, сол жерден тауып аласың» дейді. Перінің қызы қайғылы қара науаймен қоштасу сөзін айтып, бірнеше рет сілкінді де сұлу денесіне қанат бітіп ұшады да кетеді. Қайғылы науайы перінің қызының айтуы бойынша Арабияның Хира тауына барып баласын іздейді. Ұзақ уақыт іздеп қайғы тартады. Сондықтан да оны қайғылы науай деп атайды. Қайғылы науайы Арабияның ыстық күнінде баласын іздеп Хира тауын аралап жүргенде, бір бала таудың жарығынан шығып ойнайды да, бұл ұстайын десе бала қашып ұстатпайды. Ақыл сұрап сол жердің бір қариясына барады. Араптың қариясы қайғылы науайға мынадай ақыл айтады: «Осы маңда бір шебер әйел бар. Соған әдемі қуыршақ жасаттырып, сонан кейін ершіге ер жасаттырып ал. Баланың ойнайтын шарығының тұсына бар да, бір жеріне қуыршақты қой, ал екінші жерге аттың ерін қой да, ердің керсесіне желім жақ» дейді. Қыз бала болса қуыршақпен ойнар, онда оны ұстамай-ақ қой. Қыз бала саған бала болмас дейді, ал ұл бала болса ерге мінеді дейді. Қайғылы науайы қуыршақпен ерді тауға келіп, баланың ойнайтын жеріне қояды да, өзі бір жақпар тасқа жасырынып жатады. Бір кезде таудың үңгірінен жас бала шығып, ап деп ерге мініп алғанда, жалаңаш денесі сол мезет желімге жабысып қалады. Науайы шап беріп баланы ұстайды да өз еліне алып келеді. Кейін ер жеткізіп, ел қамын жеген едіге батыр сол бала екен дейді халық аңызы. Құрметті көрермендер, сіздер тағы пермен байланысты қандай аңыздарды білесіздер? Егер аңыздар білетін болсаңыздар, біздің электронды поштамызға жіберулеріңізді сұраймын, немесе төменге пікір алаңға жазып қалдырыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.